Мына із-түссіз жоғалып кеткен самолетті барлықтарыңыз естіген боларсыздар. Малайзияның самолеті 2014 жылы 8 мартта түнгі 12:41-де Пекин направлениесіне қарай ұшады. Баста бәрі жақсы, диспетчермен пилот сөйлесіп отырады, қанша метрге биіктікке көтерілгенін барлығын айтып отырады. Китайский моренің үстімен ұшып келе жатады и резко 180 градусқа направлениені өзгертіп, радардан жоқ болып кетеді бұл самолет. Сонымен 6:30-да Пекинге қонатын самолет із-түссіз жоқ, іздемеген жерлері жоқ. Китайский моренің полный дносын тексереді, сол окрестностьтің бәрін тексереді, самолетті таппайды. Үлкен тексеріс жүргізу барысында спутниктен қарағанда, басқа военный радарды қарағанда, бұл самолет Австралияға қарай ұшып кетіп бара жатқан. Тексеріс барысында пилоттың айфоны бір 5 секунд, 10 секундқа қосылып өшкені бар, местонахождениесі да. Соған қарағанда бұл пилот ешкіммен хабарласа алмаған, сосын амал жоқ, телефон қосып, телефонмен хабарласпақшы болған. Мүмкін не жағдай болғанын айтқысы келген, бірақ, к сожалению, ешкім білмейді. Сонымен 2015 жылы Тихий океанның жағалауында бір-екі останки табылады. Исследовательный центр осы МЧ-370-ке малайзийский самолеттің останки деп болжам қояды. Сонымен не керек? Бүкіл Тихий океанды да тексереді, дносын тексереді, бірақ әлі табылған жоқ. 10 жыл өтті, самолеттің ешқандай несі жоқ. Ішінде 239 адам болған. Ешкім жоқ, короче. Даже призрачный самолет деп қазір андай видеоларда неғып кеткен, шығып кеткен, параллельный мирға өтіп кеткен деген сияқты. Интернеттен мынандай видео тарап кетті, спутниктен қарағанда осылай жоқ болған деген сияқты. МЧ-370 ұшып келе жатыр. Резкий 180 градусқа направление өзгертеді, сонымен жоқ болады. Магнитный ненің ішіне кіріп кеткен деген сияқты. Параллельный мирға өтіп кетті деген сияқты. Мынаның ішіне кіріп жоқ болып кетті деген сияқты видео жүр. Неге бұл самолет 180 градусқа направлениені өзгертеді? Резко еще. Мүмкін аварийный посадка жасағысы келген шығар, қайттан Малайзияға қайтып. Неге бірақ Австралияға қарай ұшып кетеді? Тексеріс барысында 6,5 сағат ауада ұшып, өте биіктікте ұшып жүр деген сыбыс бар. Неге олар аварийный бір нәрсе болса, жерге жақындау, бір жерге посадка жасамады? И неге әлі күнге шейін самолет өте үлкен нәрсе ғой, останки әлі табылмады? Сұрақ көп, жауап жоқ. Мүмкін шынымен параллельный мирға өтіп кетті ма? 10 жыл бойы әлі таппаған.